Сәлем достар, арнама қош келдіңіздер. Түсінемін, күз, жаңбыр, мектеп, аянышты. Аянышты пасхалка мен де алып келдім. Негізі бұрын осы видеоның бірінші бөлігін жасаған болатынмын. Сол кезде аянышты пасхалканың бәрін айттым ба десем, олай емес екен. Сол кезден бері жаңа ойындар шығып, жаңа пасхалкаларды көреміз. Кеттік. Человек-пауктан бастайық. Білсеңіздер, ойында Питер Паркер бұрыннан Человек-паук. Сол үшін бізге 100-ші рет ағасының өлімін көрсетпеді. Алайда ойында оның бейтін табуға болады, және оған жақындасақ, Питер оны сағынғандығын айтады. Эй, дядя Бен, я скучаю. Стараюсь, чтобы ты мной гордился. Осыған ұқсас Бэтменде де бар. Оны паукпен көп салыстыратын. Бекер емес. Архам Ситиде Брюстің ата-аналары өлтірілген жерді табуға болады. Жақындасақ, ал Ghost Recon Wildlands'та пасхалканың пасхалкасы. Сол жылда шыққан бір миссияда Сэм Фишерді кездестіреміз. Ол Splinter Cell ойынының басты кейіпкері. Сонымен бір қызықты катсцена болады. Алдымен көрсетейін, артынан айтамын. Выглядишь потрясающе. Сегодня Карен. А ты выглядишь так, как будто только что пробежал пару миль. Так и есть. Говорят, таких, как я, больше не делают. Правда, был еще тот парень из армейского спецназа, тот, что носил что-то типа банданы. Слышал, он на пенсии. Правда. Ага. Остался только я. Түсінбесеңіздер, Сэм Фишер Solid Snake жайлы айтты. Ол да Сэм сияқты арнайы агент болатын. Және ол ғана басын байлап жүретін. Өкінішке орай, Кодзима Konami'ден кетіп қалған. Сол үшін Metal Gear Solid'ті бұдан бұлай көрмейтін де шығармыз. Қалай дегенмен, ойын бұрынғыдай болмас. Сөйтіп әріптесі кеткенін біліп, ол ойын индустриясындағы жалғыз арнайы агент болып қалды. Тағы Том Кленси жайлы бір ойын. Rainbow Six Siege. Бұл пасхалка өте кішкентай. Байқалмайды да, бірақ аянышты. Бір картада ойын автоматын тапсақ, ол жерде никнейм, ойын уақыты, матч саны жазылып тұрады. Біреулер бұл мағынасыз ақпарат десе, бірақ Reddit сайтында жүктеген Rainbow Six Siege фанаты екен. Ол жігіт ойын турнирларына өте көп қатысқан екен. Сөйтіп, бұл жігіт дүниеден өткен екен. Ал ойын авторлары естелік ретінде осыны қалдырыпты. Celestia деген ойынды естігендер бар ма, білмеймін. Қалай десек те, Steam'де 3000-ға жуық керемет бағасы бар. IGN 10/10 берген. Ал ойын барлығына арналып жасалған екен. Бастысы кез келген компьютерға келе береді. Ойнайтын ештеңе болмаса, лайктарыңызды рахмет ретінде көремін. Ал пасхалкаға келсек, ойынның 5-ші бөлімінде мынандай музыка ойнайды. Бұл жерде бәрі мағынасы сияқты, бірақ та өлеңді теріс аударсақ, басты кейіпкердің монологын естиміз. Сіздер бұл видеоны көріп, қатты қайғырып кеткен шығарсыздар. Менің ойымша, ең қиын пасхалка ол Battlefield 1-де болған. Бұл жерде таңғалатын ештеңе жоқ, әрине Battlefield'тегі пасхалка өте қиын болып келеді. Бұл жерде ойын авторлары негізі ессіз пасхалкаларды көп жасырады. Ал бұл ойындағы пасхалкалар шынымен де аянышты. Бұл пасхалка Гель-Голландская бухта деген картада орналасқан. Картада маяктың үстіне шығып, жасырын тұрған батырманы табу керек. Мен айтқандай пасхалка шынымен де қиын. Who's a cute little kitty? Who's a cute little kitty? Who's a booja? Kitty, come over here. Come over here. Come over here. Батырманы бассақ, бір жігіттің дауысын естиміз, және де бір мысықты естиміз. Бұл дауыстар астында да естіле береді.
Иә, мен Battlefield'ты осылай ойнаймын. Тағы бір пасхалканы вышканың үстіне шыққан кезде табамыз. Иә, мен осылай ойнаймын. Қалай дегенмен де үстіне шыққан кезде біз тағы да бір батырманы табамыз. Батырманы бассақ, тағы да дауыстар естіледі. Ақыры осы бір аралға келген кезде мәйітті көреміз. Бұл мәйітке жақындасақ, мысықтың даусын естиміз. Hey, Togo! Here, kitty, kitty! Whoa! Осындай ақылға қонымсыз істерді істегеннен кейін, ойын авторлары бізге бір жігіттің тарихын айтады. Мүмкін бұл осы аралдағы маякта жұмыс істеген шығар. Оның мысығы да бар еді. Бірақ мысығы балконнан құлап түскен сияқты. Жігіт бұл аралда өмір сүрді ма, жөлде су тасқыны болып осы аралға келді ма? Қалай дегенмен де біз батып жатқан мысықтың даусын естиміз. Ал бұл жерде мысық көмілген шығар. Ақыры өте қызықты және ең аянышты пасхалка. Бұның бастамасы бір ойыншы Bethesda'ны Fallout 4-ті жасаған үшін рахметін айтумен басталады. Ол жігіт өзінің әкесі өлгеннен кейін депрессиядан осы ойын құтқарғаны туралы жазады. Энди деген жігіт сол постты жазған. Ойында робот жасап шығарады. Сол роботтың атын әкесінің атымен қояды. Сол робот екеуі ойындағы карталарды аралап әкесімен жүргендей сезінеді екен. Эндиде ағасы да бар екен. Ол өкінішке орай қазір реанимацияда жатыр. Ағасы да Fallout ойынының фанаты екен. Ол ағасы қант диабетімен ауырады екен. Bethesda студиясы бұл постты оқып, жігітке түрлі сыйлықтар жібереді, өкініштерін айтып. Алайда Bethesda бұл сыйлықтармен шектелмей, ойынның ішінде Эван деген кейіпкерді енгізіп қояды. Сол жігіттің ағасының аты екен. Ол кейіпкерді картаның шетінен табуға болады. Мен жақындаған кезде ол өзінің өмірбайын айтып, не үшін осы жерде жүрген жайлы бәрін айтады. Негізі Fallout ойында сізге жақсы қарайтын кейіпкерді табу өте қиын. Бірақ та Эван сізге жақсы мінез танытып, өзінің оқиғасын айтып, және түрлі дәрі-дәрмектер, оқтар береді. Соңында сол жігіттің айтуы бойынша ойын авторлары өзінің ағасын қалай бар солай енгізген екен. Ол ағасы қоршаған ортаға шын өмірде қолына келгенін барлығын істеп көмектесетін. Алайда өмірде ол кішкене толығырақ болған екен. Осындай міне оқиға. Сіздерге ұнады деп ойлаймыз. Осымен бітті достар. Арнаға тіркеліп комментарий қалдырыңыздар. Қазақша YouTube дамысын.